Ары қарай жалғастырамыз. Алматы іргесіндегі тұрмыстық қалдықтарды жинайтын полигон 2 ай көлемінде басқа жерге көшірілуі тиіс. Бүгін жұмыс сапарымен Алматы облысын аралаған премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев осындай тапсырма берді. Ол күл қоқыс тастайтын бұл алаң Алматы әуежайында үлкен күйдергі келтіріп отырғанын айтады. Мәселен, қалдықтарға үймелеген құстар ұшақтарға соқтығысып, қауіпті жағдай тудырады. Соңғы 1,5 жылда осындай 60 оқыс оқиға болған көрінеді. Сондықтан вице-премьер бір аптаның ішінде шешім шығарып, 15 маусымға дейін полигонды көшіру жұмысын толық аяқтауды тапсырды. Бір аптаның ішінде жаңа полигонға қарай көшіру жөнінде әкімшіліктің қаулысы шығатын болады. Сол жерге өткізіледі. Қазіргіде мына қаладан да, осының төңірегіндегі жерлер, ауылды мекенді, елді мекендерінде ешқандай қоқыс әрекет төгіліп жатқан жоқ. Бірақ енді осыны жабу керек, рекультивация жасау керек. Соған қаржы керек. Ол үшін арнайы ТО-сын жасау керек, ПСД-сын жасау керек, қанша қаржы керек екенін шешуіміз керек. Онан соң барып біз ақылдаса отырып шешеміз. Ал тұрмыстық қалдықтарды тастайтын жаңа полигон Жалғамыс ауылының маңынан ашылады. Оны толық іске қосу үшін шамамен 500 миллион теңге қажет дейді атқамінерлер. Әуежайдан 24 шақырым қашықтықта орналасқан жаңа алаңқай халықаралық талаптарға да сай болмақ. Яғни ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін күл қоқыс тастайтын жер әуежайдан 15 шақырым жерде орналасуы тиіс екен.